жасамастан бұрын біз бақылау жұмысын жүргізіп аламыз. Бақылауды біз сырттай, және тәжірибе жасау арқылы жүргізе аламыз. Және тәжірибе жасамастан бұрын алдын ала құрал-жабдықтарымызды жинап, қауіпсіздік ережесін сақтағанымыз жөн. Сонымен бүгінгі тәжірибеміз қалай болмақ? Бүгінгі тәжірибеміздің тақырыбы магнит және оның құпиялары. Магнит дегеніміз не? Магниттік күш заттардың бойымен өтуі мүмкін бе? Магниттік күші неге байланысты? Аяулым, бүгін біз осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Ол үшін біз керекті құрал-жабдықтарымызды жинап алайық. Бізге керек құралдар шегелер. Оларды 3 түрлі магниттерге жабыстырып көретін боламыз. Мінекей. Біздің 3 түрлі магниттеріміз. Енді жабыстырып көрейік. Магнит осындайша жинадым. Енді біз оны кестеге қарап шегелерін санаймыз. Алынбаған екен. Ал енді 7-ге 2-нің қосындысы бізде 9-ға тең болады. Ал орташа магнитті қосындысы барлығы неше? Орташа магниттің қосындысы 19-ға тең болады. Жақсы. Келесі. Аяулым, магниттік күш заттардың бойымен өтуі мүмкін бе? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін келесі тәжірибемізге кезек берейік. Бізге қажетті құралдар. Қыстырғыштарды суға саламыз. Енді біз магнитті судың бойымен өткізіп көретін боламыз. Ортаншы магнит бізде тарта алады. Үлкен де магнит тарта алады. Ал енді кішкентай магнитті көретін боламыз. Бізде кішкентай магнит тарта алмады, өйткені бұл жерде ең күштісі болып саналады. Осы тәжірибені қорытындай келсек, магниттік күш заттардың бойымен өтеді. Мәлімет білгіңіз келсе, магнит бір полюста тұрса, бір-біріне тебіреді. Ал әртүрлі полюстар болса, бір-біріне жабысады. Әр магнитте өз магниттік өрісі болады. Аяулым, біз осы тәжірибелер арқылы магниттің әртүрлі күшке ие болатынын білдік. Құрметті қонақтар, сіздерді де жас ғалым тәжірибе алаңына шақырамыз. Сіздерге өз қолыңызбен электромагнит жасау және ауырлық күш денелерге тәуелдіміз. Белгілі. Осы сұрақтың жауабын бірге білетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті құралдар магниттер, 3 түрлі магниттер көріп тұрсыздар. Бірнеше металл заттар. Металл заттарға біздер кілттерді алдық. Келесі сызғыш. Көріп тұрсыздар, сызғышты аламыз. Енді тәжірибе барысында сіз өзіңіз жасап келсеңіз, магниттерді үстелдің үстіне бір қатарға қоямыз. Яғни 3 түрлі көлемдегі магнитті бір қатарға қоямыз. оның ара қашықтығы 10 сантиметр болу керек. Соған қарама қарсы бірінші біздер кілттерді қоямыз. Кілттерді Арасы қанша болу керек? Бір бағытта осы магнитке қарама қарсы бағытта тұру. Енді мына сызғыш арқылы біздер кілттер мен сызғышты ақырын магниттерге қарай итереміз. Мына кілттерді ақырын магниттерге қарай итеріп қараңыз.
Татырмағыз. Былай қарай қойса. Сызғышты мына жерге. Қайсысы бұрын, қайсысы кейін. Бірінші, екінші, үшінші. Ауылы күші. Жақсы. Енді сізге осы магниттік тартылыс ауыр денені тарту жайында не түйдіңіз? Қысқаша нәтижесі қандай ол? Көлеміне байланысты екен деп ойлаймын. Ауырлығына, көлеміне байланысты оның тартылуы да тез болады екен. Шапшаң жылдамдығы көптеу болады екен. Сызығымыз бар. Екі түрлі батарея. шеген орнына келесі қарай тәжірибе барысында Сымды шегеге орап, оның ұштарын батарея жалғап. Шеген аламыз. Ең бірінші шегені қақ ортасына түзеп Она полностью жоқ. яғни бұл жерде бізде батарейканың плюс-минус жағы. Оның ұштарын мынаны шығар. мына екі біреуін оң, біреуін Қайшыға теріс. Ал енді мынаны жіберіңіз. Біреуіңіз оңды, біреуіңіз шегеге магниттік қасиетке ие болып тұр шеге. Сымды шегеге орай отырып, оны батареяға жалғау арқылы шегеге магниттік қасиетке ие болады. Яғни жасаған электромагнит шегелер мен түймелерді тартады және оны металл кішкентай заттарды табу үшін Магниттің пішіні мен мөлшері оның беріктігіне әсер етеді. Магнит темір болады және де басқа да темір заттарды тарта алады дене. Магниттік күш заттар немесе заттар арқылы өтуі мүмкін. Магнит тек қана жабыспайды және де қатар кері тебеді. Жер өзін үлкен магнит секілді ұстайды. Адамдар ежеден бері магниттің қасиетін біліп, оны өз пайдаларына асырған және де қазіргі кезде де қолданылатын зат. Осылайша біздің өміріміздегі магниттердің маңызы өте зор.